Кіші Еспанов жазушы атанды. Нұрлан Еспановтың ұлы өзінің алғашқы кітабын жазып тұсаукесерін өткізді. Ол жас кітаптың атауын ұзақ таңдаған. Ең бірінші атауы негізінде махаббат қызық мол жылдар 2 деп қойған болатын. Бірақ енді ол плагиат болады, енді қанша дегенменде. Енді көбісі олар өзінің ойы жоқ па, идеясы жоқ па деп айтпау үшін осындай қасымда өзім дизайнерім бар, Батырбек деген. Сол ойланып тұрды, давайте ол жеке ол жас махаббат деп қойық та деді. Сіздің атыңызды бөліп қойық деді. Жазушы жігіт басынан өткен оқиғалар мен махаббат хикаясынан бөлек өзекті тақырыптарды көтерді. Кітап жалпы 5 бөлімнен тұрады. Қыздарға айтарым деген тақырып бар, ажырасу жайлы тақырыптарды қозғадым. Қыз балаға қанша жаста тұрмыс құрған дұрыс, жалпы қай өңірде ажырасулар көп, салт дәстүрлерді қазіргі жастар көбінесе салт дәстүрлерді біле бермейді. Салт дәстүрлерді жаза өттім. Ішінде діни тұрғыда, яғни хадистерді де жаза өттім. Кітап жазу 2 жыл уақытты талап еткен. Статистика сүйене келе, осындай күйінішпен жазылған ішіндегі ойларымды жаздым да, ішіне. Тікелей өзім ойларымды. Енді қазір енді қаракөз біздің қазақтың қыздары көбінесе үйленуге асығады, бірақ мен айтамда, яғни тұрмыс құруға асығады, бірақ ол тұрмыс құру үшін адам дайындалу керек та. Құны 4000 теңгелік туындының жалғасы болмақ. Жалғасын жазу ойда бар, бірақ ол кезде ол жас махаббат емес, ол мәңгі махаббат деп шығады деген ойдамын. Еспановтың қолдаушы ағасы өзінің ізгі тілегін жеткізді. Құдай қаласа, осы жазған кітабыңыздан өзіңіздің бауырларыңыз, інілеріңіз бір жақсы түйін жасаса, Құдай қаласа, қазақ халқына бір ол қосқан үлесіңіз деп санаймын, есептеймін. Алла разы болсын, ең бастысы. Соңғы болмасын, Құдай қаласа, бұдан да әлі талай кітаптар жазыңыз, иншалла. Нұрлан Еспановтың айтуы бойынша, ол атұстарының кітап жазып жатқанынан бейхабар болған. Дегенмен әкесі ұлының жетістігіне қуануда. Қуаныштымын, жүрек шіркін сайрап тұр, Құдай тілді байлап тұр дейді ғой. Жалпы айтып тұрмын ғой, енді бұл заманда мен өзім өкпелеп айтатынмын балама. Балам, сен кітап жазғанда қазіргі таңда оқырман да жоқ, көрермен де жоқ, тыңдарман да жоқ. Ол қалай болар екен деп мен айтқан болатынмын. Қалай айтсақ болады, мені тыңдамай жазды ғой. Бұл кітапты жазып қойғаннан кейін айтты маған. Папа, мен осындай кітап жаздым, кішкене әйтеуір ой бөліп көмектессеңіз деді. Кітапты ең алғашқы болып оқығандардың бірі Нұрлан ұлының әжесі. Олжастың атын негізі әжесі қойған ғой. Олжас Сүлейменов атамыз сияқты жазушы болсын деп. Сол себепті енді әжесінің арманы орындалды деп ойлаймын мен. Жалпы енді баланың жаңағы арманы сол әжесінің арманынан тұрады ғой. Олай болса, ол жас махаббатыңыз оқырмандарыңыздың көңілінен шығып үлкен сатылымға ие болсын дейміз Олжас.